ибн Аббас, білесіңдер ғой, Абдулла ибн Аббас Құранның тәржімәні деген атқа ие болған. Ол пайғамбар дүние өткен кезде ары кетсе 15, 13, 12 дейді, әртүрлі риуаят бар. Бір 13 жастағы бала. Пайғамбар дүние өткен кезде. Кішкентай бала. Бірақ пайғамбардың саласынан дұғасына бөленген ол. Аллахумма фаққиху фиддин ва аллимху ат-тәуил. Я Алла, бұған дінде терең түсінік бер, және кітап, Құранның тәпсірін, түсінігін үйрет оған. Сол үшін де, мысалға, Омар ибн ал-Хаттаб көбіне осы кім, Бұхариде де бар, көп қой бұл деректер, тәпсірлері. Ибн Аббас шақырады деген, үлкен Бәдірге қатысқан қарт сахабалардың қасында Ибн Аббасты қосып қояды деген. Тіпті Ибн Аббас айтады, мыналар ойлаған шығар, мына өзіміздің баламызбен жасты бала нағып жүр деп ойлаған шығар дейді. Ибн Аббас айтады. Бірақ бар ғой сахи хадисте. Бірде иза жаа насруллахи уал фатхты сахабалардан сұрайды, үлкен аяттағы мағынасын айтып бере салады. Сол кезде Ибн Аббастан сұрайды, Омар, сен не дейсің я Ибн Аббас? Мен бұл аяттан Алла елшінің өлімін ғана түсініп тұрмын дейді. Яғни өлімі жақындады, дүние салу мерзімі. Соны түсініп тұрмын. Мен де сенің түсінгеннен басқа нәрсе түсініп тұрған жоқпын дейді Омар. Сол секілді көп үлкен қарт сахабалардың қасында Құранның түсінігінде, Құранды тәпсірлеуде оқ бойы озық тұрған Абдулла ибн Аббасты Омар ибн ал-Хаттаб көп жерлерде қасында ұстайтын болған екен. Ибн Аббастың өзі айтады, мен 2 жыл жүрдім дейді Омардың қасында, сұрауға ұялып дейді. Бір аяттың түсінігін сұрауға ұялып 2 жыл жүрдім дейді, күттім дейді. Неге? Мә мәнәәни илля мәхәбәту. Оның хайба, оның мысы менің қорқытты дейді. Омардың мысы бір нәрсе сұрауда маған кедергі жасады дейді, сұрай алмадым дейді. Бірақ не нәрсе ет бол? Құранда аят бар жаңа, пайғамбарымыздың 2 әйеліне қатысты. Ин татуба, Тахрим сүресінде ма? Бұл жерде фасағат қолубукума деп келеді, Сендер ол жерде бұлай, екеуің дейді. Құранда ат айтылмайды. Пайғамбарымыз 2 әйелін айтып жатыр. Екеуің Аллаға тәубе етсеңіздер, өйткені сендердің жүректеріңдегі ықыластарың осы жерде, осы сәтте сәл ауытқып тұрды. Егер де Алла елшісіне интазахара, Алла елшісіне алейхи, Алла елшісіне қарсы екеуіңіз бірігіп қарсы шығатын болсаңыздар, біліңдер, оның мәуласы Алла дейді. Құран айтады. Біліңдер, пайғамбар жағында Алла тұр, және Жибрил тұр, салихул муъминин, және ізгілер тұр дейді. Сол бұл кім 2 әйелді сұрай алмай жүрген ғой Омардан? Сол бір күні сұраған ғой Ибн Аббас. Кім сол екеуі? Құран айтып тұрған. Омар айтқан, бұл Хафса мен Айша. Соны мен сұраудан сенен ұялып, қатты қорқып жүрдім, 2 жыл жүрдім. Сол аятты түсінгісі келген ғой. Көрдіңіз ба? Яғни бұл тәпсірді айтып жатырмыз біз.